Сәлем, сен Instagram желісін 100%-ға қолдана аласың ба? Жоқ болса, онда тура қазір саған Instagram желісінің қыр-сырлары мен саған қолдануға керек болатын трюктер мен фишкаларды көрсететін боламыз. Видеоны аяғына шейін көрсең, саған Instagram желісінде басқа біреулердің стористарын жасырын түрде қалай көруге болатынын көрсетемін. Бастайық. Бірінші құпияны қарастырайық. Бұл жерде сториска жарқыл әріптер жазу. Қалай дейсіздер ол? Ол үшін бізге қазір смартфон керек. Instagramға кіреміз. Instagramға кіргеннен кейін біз сторис саламыз. Кез келген бір фото жасайсыз сторисқа. Сторис жасап біткеннен кейін бұл жерде біз төбеде эмоджи, смайлик, әртүрлі заттар таңдауға болатын пунктті басамыз. Міне қараңыздар. Пунктті басқаннан кейін бұл жерде бізге бір жарқыл эмблемалар, фотолар, бір кез келген жарқыл заттар керек болады, жарқырап тұратын. Мысалға бізде бриллиантты таңдайық. Бриллианттың ағылшыншасын қазір мына жерге жазатын болам. Негізі бірақ орысшасын перевод арқылы ауыстырып алуға болады. Бірақ кімнің ағылшынмен жақсы сразу жазады деген ойдамын. Ал кімде ағылшынша нашар білімі, ол переводты қолдануға болады. Googleға кіріп переводчикпен аударып алуға болады. Бриллианттың ағылшыншасын жазамын мына жерге. Сол кезде бізде көптеген бриллианттар шығады, жарқыл заттар. Осы жерден маған ұнаған ең жарқыл затты таңдап аламын, қараңыздар. Маған мұны қазір қатты ұнап тұрған сол жақтағы үшінші тұрған астынан санағанда. Соны қазір сіздермен таңдаймыз. Міне қараңыздар. Және де оны бүкіл экранға жаямыз. Бүкіл экранға жайып біткеннен кейін сохранить дегенді басамыз төбесіндегі. Тура осылай қазір біз сақтап алуымыз қажет. Және де кішкене бір күтеміз сохранить етілгенше, жүктелгенше. Жүктеліп біткеннен кейін біздің стористан шығып кетеміз. X-ті басамыз, сбросить дейміз. Сосын галереяға қайттан кіреміз. Бұл жерде бізде жаңағы біз жасаған эмоджи жарқыл бриллиант ең біріншіге кіріледі, сақталады. Соған басамыз ең біріншіге. Және де біздің міне қараңыздар, енді жаңағы біз жасаған жарқылымыз біздің сторисқа шықты. Енді бұл стористі біз түгелдей қараға бояп тастауымыз керек. Ол үшін мына төбедегі А деген жазу текст жазатынның жанында краска бар, сол краскаға кіреміз. Ол экранға қазір қара түсті енгізетін боламыз. Ол үшін қазір біз қара түсті таңдап экранға басып тұрамыз. Сол сәтте біздің экранымыз қап-қара түске боялады. Енді осы жерде бізге қара түске бояп біткеннен кейін өшіргішті таңдаймыз. Өшіргішті таңдағаннан кейін біз мына жерде сол жақ астында размерлерін таңдай аламыз. Қандай размер бізге керек, соны таңдаймыз. Маған қазір қатты үлкен керек емес, орташасын таңдаймын. Жоқ, орташасын таңдамай қойын, ең азын таңдаймын. Және де біз енді кез келген жазуды жаза аламыз. Мысалға, лайк деп жазайын. Міне, лайк деген сөзі сыймай қалды, бірақ лайк деген сөзі өте керемет көрініп тұр. Өйткені оның артында қазір жарқыл, жаңа біз қойған, фонға қойған жарқыл түсі шығып тұр. Міне осылай жарқыл түсті әріптер жасауға болады. Енді сторис сақтау үшін мына жерде окты басамыз да әрі қарай өзіміздің сториске лақтыра аламыз. Сіз бұл жерде кез келген фото ойласыз, артына жарқыл фотолар, немесе кез келген жазу жаза аласыз. Өзіңіздің жаңағы кистылармен, қарындаштармен, кистылармен кез келген жазуларды жаза аласыз. Егер де сізге осы бірінші құпиясы ұнаған болса, лайк басайық, екінші құпияға көшейік. Енді бізде екінші тәсілін қарастырайық. Екінші құпиясы. Бұл жерде маған көптеген сұрақтар келеді. Мен сторис салған кезде барлықтарыңыз байқаған шығарсыздар. Сторис салған кезде, міне мен бір фото жасайын. Сторис салған кезде байқаған шығарсыздар, мен әріптерді әртүрлі түсті қылдырамын. Кейбір адамдар сұрайды менен қалай деп. Міне сіздерге қазір сол сұрақтың жауабын көрсетемін, айтамын қалай екенін, ал қарастырайық. Бұл жерде біз бір сторис саламыз, кез келген өзімізді саламыз, немесе бір картинка саламыз. Және де мына төбесінде оң жақ жоғарғы жағында А деген бар. Сол жерде
ол текст жазу деген мағына. Соған кіреміз текст жазуға, кез келген текст жазамыз. Мысалға, каналға, қазақшаға қойын қазір, каналға жазыл. Достым, тағы да біздің каналға жазылып қоңырауды басуды ұмытпа, сен барлығын бірінші біліп отырасың. Жарайды, әрі қарай каналға жазыл деп жазып біткеннен кейін кез келген жазу жазасыз, өзіңізге ұнаған жазуды. Енді бізге түсін өзгерту керек болады. Ол үшін біз қазір бүкіл әріптің бәрін белгілейміз. Белгілеп біткеннен кейін бізде мына жерде екі жасыл көрдіңіздер ғой, кнопка пайда болды. Былай қарай ауыстырылатын. Сол мына жерде қазір бір қолымызбен осы кнопканы ауыстырып отырамыз. Екінші қолымызбен, екінші саусағымызбен, кешіріңіздер, мына түстерге қарай басатын боламыз. Мысалы, мен қазір ол түстерді ауыстыру үшін бір түске қатты басып тұрасыз. Бір түске басып тұрғаннан кейін осындай интерфейс ашылатын болады. Мысалы, қазір мен мынаумен жүріп отырам, сосын интерфейстарды ауыстырып отырам. Ол сол түсті сақтап қалып, сол түсте ауыстырылып отырады. Қараңыздар. К деген түсті мысалы мен жасыл қылдырам. Мысалы, N деген түсті басқаша қылдырам, мына түсті басқаша қылдырам, мына түсті басқаша қылдырам, мына түсті басқаша қылдырам, мына түсті мынандай қылдырам. Сонда бізде осындай каналға жазыл деген сөз мынандай түрлі түсті болып шығады. Көрдіңіздер ғой? Бұл жерде сіз кез келген түсті таңдай аласыз. Жаңағыдай мен тағы да бір рет көрсетейін. Мына түсті таңдау үшін түске басып тұрамыз. Осындай интерфейс ашылады. Және де кез келген түске қоя аламыз. Міне. Кез келген түске қойып, өзіміздің сторисімізге бір жарқыл оттенік дейді ғой, жарқыл оттенік беретін боламыз. Осындай интерфейстерді қолдану арқылы. Енді сіз білесіз стористарда әріптердің түстерін қалай ауыстыруға болатынын. Бұл өте оңай. Енді келесіне көшейік. Енді үшінші тәсілді сіздермен қарастырайық. Бұл жерде біз қарастыратын тәсіл, сіз лайк басқан фотолар мен видеоларды қайдан көруге болады. Көбісі білет, сохраненный, өзіңе сақтап алған фотолар мен видеоларды қалай көру керектігін. Бірақ көбісі біле бермейді, лайк басқан фотолар мен видеолар қайда жататынын. Қазір сіздерге соны көрсетем. Ол үшін сіз лайк басқан фотолар мен видеоларды көру үшін профильға барамыз. Профильді басқаннан кейін жоғарғы жағында 3 сызықты басамыз. Айфондарда ол басқаша, бірақ бүкіл қолдану интерфейсі барлығы осындай. Айфондарда да істеуге болады. Одан кейін настройкаға кіреміз. Настройкаға кіргеннен кейін аккаунт дегенді басамыз. Аккаунт дегенді басқаннан кейін публикации, которые вам понравились деген пунктқа басамыз. Және де вуаля достар, осы жерде барлық біз басқан лайктар, видео мен фотоларға басқан лайктарымыздың бәрі осы жерге жиналады. Сіз одан кейін осы жерден көре аласыз. Бұл да сол Instagram желісін қолдануда сізге бір көмегін тигізеді. Енді біз 4-ші құпияға көшейік. 4-ші құпия, бұл жерде біз іздеу батырмасы, история поиска дейді ғой, іздеу қандай не заттар іздедіңіз, соның бәрін қалай өшіріп тастауға болады. Барлығын қалай басынан бастауға болады деген сөз. Қазір оны стористің бәрін өшіріп тастаймыз. Сіз не іздедіңіз, мына жерде барлығы көрініп тұрады. Міне көрдіңіздер ме? Сіз не іздедіңіз, барлығы көрініп тұр. Қандай поисктар жасадыңыз, соның барлығы көрініп тұр. Мысалы, мен Seka Vines деп жаздым, сол Seka Vines деген сақталып қалды. Жарайды. Енді оны қалай өшіреміз? Бұл жерде мен өзімнің профиліме барам. Төбесіндегі 3 сызықты басам, настройка дегенге кірем. Және де безопасность дегенге басам. Безопасность дегенді басқаннан кейін ол жердегі қатарлардың астында, ең астында история поиска деп тұрады. История поискқа басам. Және де мына жерде жаңағы бүкіл біздің не жаздық, не іздедік, сол тұрады. Сол история поискіні убрать все дейміз. Убрать все деп басқан кезде бүкіл историямыз өшіріледі. Қараңыздар. Міне, мына жерде историяға басам, ешқандай іздеу бізде жоқ, жаңа жоғалып кетті. Seka Vines деген басқа да іздеулердің барлығы жоғалып кетті. Бұл да енді сізді жаңағы Instagram желісінде уақытты үнемдеуге немесе өзіңіздің жаңағы
іздеу батырмаңызды қайттан басынан бастауға көмегін тигізеді. Егер де сіз жақсы көретін аккаунттар болса, немесе сіз жақсы көретін адамдар болса, егер де сізге хабарлама келіп отырсын десеңіз, мысалға сіз жақсы көретін аккаунт немесе бір жақсы көретін танымал адамдар фото, видео салатын болса, сізге сообщение келеді, уведомление келетін болады. Сол арқылы сіз бірінші көріп, бірінші лайкыңызды басасыз деген сөз. Оны қалай істейміз? Ол жерде біз қазір кез келген сайт, кез келген аккаунтқа кірейік. Енді топовый аккаунттарға кірейік. Мысалы, секаға кіреміз. Және секаға кірген кезде подписаться дегенді басамыз. Мен егерде секаға подписаться деген бөлімді басқаннан кейін қайттан мына жерге подписка дегенге басамыз. Және де осы жерде уведомление деп тұр, екінші строкаға басамыз. Екінші строкаға басқаннан кейін бұл жерде біз таңдай аламыз. Публикация, история және IGTV. Бұлар нені білдіреді? Егер де сіз жай ғана Секавайнс публикация салған кезде сізге сообщение келгенін қалайсыз ба? Немесе история, IGTV бүкілінен қандай болсын публикация салса, не салса да, видео, фото салса да, соның барлығы сізге сообщение ретінде келеді. Уведомление ретінде келеді, және де сіз оны бірінші көре аласыз. Мысалға, маған публикациясы ғана керек, немесе историясы ғана керек. Қалғандары маған маңызды емес. Историясы келіп отырса болғаны. Егер де қазір мен мына жерде галочкам қойдым история деп, егер де қазір Секавайнс история салса, маған уведомление келеді. Секавайнс история салды деген сияқты. Прямые эфиры дегенге кіріп, получить все уведомления дегенді басуға болады. Жарайды. Бұл сіздерге түсінікті деген ойдамын. Келесісіне көшейік. Енді бізде алтыншы құпиясы. Достар, Instagram желісінен барлығы фото, видео жазып алуды барлығы білетін шығар. Бірақ сіз өзіңіздің соткаңызға приложение жазу арқылы оның бәрін істейтін шығарсыз. Бірақ мен сізге қазір приложение арқылы емес, жай Telegram арқылы соткаңызды бар мессенджер арқылы қалай Instagram желісінен фото, видео жазып алу керектігін көрсететін болам. Ол үшін, мысалға, мен Instagram желісіне кірем, және де маған керек фотоны немесе видеоны таңдаймын. Мысалы, маған мына фото керек болып тұр өзіме жазып алуға. Ол үшін мына жерде үш точканы басамын да копировать ссылку дегенді басам. Сосын Telegramға кіреміз. Бұл жерде Insta Save Green Bot деген ботты таңдаймыз және оған кіреміз. Бұл жерде ботпен диалогты бастаймыз, restart деп, ол бізге жазады. Және де біз жаңағы көшіріп алған ссылканы осы жерге қоятын боламыз. Вставить дейміз, және де отправить дегенді басамыз. Ол өз алдында қарастырып, бізге фото мен жаңағы жазылған описанияны бөлек түрде жібереді. Бұл өте ыңғайлы, ешқандай приложение жазып, өзіңіздің соткаңыздың памятін алатындай приложениялар жазудың қажеті жоқ. Бар болған Telegram арқылы, бот арқылы Telegramның ішіндегі Instagramнан фото мен описаниясын жазып аласыз. Бұл да керемет функция. Видео, фото, кез келген затты. Жақсы екен, көмектесті кішкене осын деп айтады деген ойдамын енді. Келесіне көшейік. Instagram желісінен басқа адамдардың жеке мағлұматтарын қалай оқуға болады? Соны қарастырайық. Бұл жерде Instagramға кіреміз тағы да. Және де басқа адамдардың қазір мағлұматтарын оқу үшін кез келген бір аккаунт таңдаймыз. Мысалы, қараңыздар қазір. Мысалы, кез келген аккаунтқа кіреміз. Және де бұл жерде төбесінде профильдің жоғарғы жағында 3 нүкте тұрады, соған басамыз. Және информация об аккаунте деген бар, соған кіреміз. Бұл жерде жаңағы аккаунттың қай жылы регистрация жасалғаны көрініп тұрады. Міне қараңыздар, 2 декабрьда, 2 желтоқсанда 2019 жылы регистрация жасаған. Және қай жерде орналасқаны местоположение Россия деп тұр. Және де алдыңғы сатыларда қандай осы уақыт аралығында аттарын қалай ауыстырған. Міне қараңыздар. Өзінің атын
үш рет ауыстырған екен, өзінің профилінің атын үш рет ауыстырған, және қай даталарда ауыстырғанын бәрін көруге болады. Бұл өте керемет функция. Жарайды, бұл туралы түсінікті болса, келесі құпияға көшейік. Енді бізде 8-ші құпия. Бұл жерде егерде сіз басқа бір бизнес саласында айналысатын болсаңыз, өзіңіздің конкуренттарыңызды, тікелей конкуренттарыңызды, мысалы сіз киім сататын болсаңыз, басқа бутиктардың, киім сататын бутиктарды Instagram желісінде қандай реклама жасайтынын көруге болады. Ол үшін, мысалы жаңағы аккаунтқа кірейік. Бұл жерде қазір маникюрге арналған заттар сатады екен. Бұл жерде ол Instagram желісінде рекламаны қолдана ма, қолданбай ма көрейік. Мысалы, мен оның конкурентімін. Мен де осындай маникюрлар сатам. Мен бұны білгім келеді, бұл қандай реклама жасайды деген сияқты. Ол үшін жаңағындай жоғарыға 3 нүктені басам. Информация об аккаунте дегенге кірем, және ең астында активные объявления деп тұрады, соған кіреміз. Және бұл жерде лента, история деп бөлінеді. Ол объявление рекламаны лентаға қойды ма, немесе историяға қойды ма, деген сияқты екіге бөлінеді. Мысалы, қазір ол активный рекламасы бар екен, лентаға салған. Міне қараңыздар. Мен осыған ұқсатып, бұдан да жақсырақ бір мотивация алып, бұдан да жақсырақ істеуіме бұл көмегін тигізеді. Міне реклама жасап қойған, рекламасы қазір активный. Бұл жерде 729 лайк басқан. Оптом розницу деген барлық өзіне керек заттардың барлығын жазған. Міне осылай өзіңіздің конкуренттарыңыздың қандай реклама жасайды, қандай реклама қолданатынын көре аласыз. Бұл да бір сізге көмегін тигізетін фишкалар мен функциялар деген ойдам. Жарайды, келесіне көшейік. Енді бізде 9-ші құпия. Өзіміздің профиліміздағы астында көптеген стористар қоямыз ғой, солардың обложкаларын өзгерту. Қалай дейсіздер? Міне мысалға бір аккаунтқа кірейік. Қараңыздар, бұл жерде, мына жерде көріп тұрсыздар ғой, стористі. Кез келген фото қойып қойған. Әртүрлі өзіне ұнайтын галереядан алып, немесе өзіңіз жасап, бір керемет фото қоя аласыз. Бұл сіздің профиліңізді біршама өзгертуге, жаңартыруға, профиліңізді әдемі қылдыруға көмегі өте зор. Бұны қалай ауыстыруға болады? Мысалы, мен қазір өзімдікіне кірем. Жаңадан ашқым келсе, бұл жерде добавить дегенді басам. Кез келген стористі добавить ете салам, немесе бар стористардың обложкаларын өзгертуге болады. Мысалы, обложкаға басып тұрам, және бұл жерде редактировать актуальный деп тұрады, соған басам. Редактировать актуальный деп басқаннан кейін мен бұл жерде оның атын жазалам, жаңағы обложканың, және де өзім редактировать обложку деп басқан кезде оның обложкасын өзгерте алам. Көрдіңіздер ме? Қараңыздар. Жақындатып алыстата алам, немесе мына жерде ең бірінші галереяның суреті тұр, соған басам. Және де галереяға басам, галереядан кез келген фотоны мен өзімнің обложкама қоя алам. Мысалға, мен қазір мынаны қоям сіздермен бірге обложка. Далее басам. Готово дегенді басам. Готово деген тағы да бір рет басам. Енді қараңыздар, менің мына жерде астындағы обложкам өзгерді. Бұл жаңағы сіздің адам кірген бетте сіздің профиліңіз әдемі болып тұру үшін, адамды өзіне тарту үшін бұл септігін тигізеді. Сондықтан бұны қолға алған жөн. Егерде сенің бұндай обложкаларың болмаса, міндетті түрде қазір өзіңе қойып ал. Ал біз келесіге көшеміз. Енді бізде 10-шы құпия. Instagram желісінде өзіңнің қанша минут отқаныңды, Instagram желісінде сен қанша уақытыңды жоғалтқаныңды көруге болады. Ол үшін біз профилімізға көшеміз. Үстіңгі жағындағы 3 сызықты басамыз. Және бұл жерде ваше действие деп тұр ғой, 3-ші сызықта. Соны басамыз. Бұл жерде сіздің промежуток бір аптадағы көлеміңіздегі қанша минут қолданғаныңызды шығарып береді. В среднем, көрдіңіздер ме, орташа бір күнде мен Instagram желісінде жарты сағатымды құртады екем. Кейбір адамдарда көп болуы мүмкін, қанша сағатыңызды Instagram желісінде құртатыныңызды көріңіз. Және де достар, міндетті түрде сіз Instagram желісіне қанша сағат отырғаныңызды осы жерде ваше действие деп қараған кезде қанша сағат немесе қанша минут болды,
секунд жоқ деген ойдамын. Енді секунд болмайтын шығар. Қанша минут, қанша сағат болды, міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер, біліп жүрейік кім Инстаграмда қанша сағат, қанша минут отыратындығын. Өзіңізге бір дабл ретінде өзіңізге ограничение қоя аласыз. Бұл жерде міне установить ежедневное напоминание деп тұр, соған басып, белгілі бір уақыт таңдап, сол уақытта сізге, егер де сіздің отырысыңыз 2 сағаттан асып кетсе, сізге хабарлама келеді, сіздің отырысыңыз 2 сағаттан асып кетті, сіз бұрынғыдан көп отырдыңыз деген сияқты. Сол кезде сіз Инстаграм желісіне шығасыз да демаласыз. Кешіріңіздер, демалып кеттім. Енді бізде соңғы құпия. Бұл бонус ретінде келген. Саған қазір өзіңнің Инстаграмыңнан басқа біреудің стористарын қалай жасырын түрде, просмотрға ілікпей, жасырын түрде көруге болатынын көрсетемін. Бұл жерде біз қазір сырт приложенияны қолданатын боламыз. Ол Play Marketте былай аталады. Міне қараңыздар. Осы Play Markеттен осы приложенияны жазу арқылы біз басқа біреулердің стористарын жасырын көре аламыз. Бұл приложениялардың басқалардан ерекшелігі, регистрация жасамайсыз, ешқандай Инстаграмның паролін жазбайсыз, код подтверждения ешқандай болмайды. Бұл жерде жай жазып аласыз да оған кіресіз. Міне кіреміз қазір. Және де өзіңіздің атыңызды жазасыз. Бастапқы профильдағы жай ғана атыңызды жазасыз, ешқандай пароль жазбайсыз. Жазып біткеннен кейін мына жерде сағаттың суреті тұр, history деген. History дегенге басамыз. Осы аккаунтты таңдаймыз. Кез келген аккаунт, қай адамның сторисін көргіңіз келеді, соны мына жерге жазасыз. Сол адамның сізге сторисін шығарып береді. Және сол адамның сторисін жасырын түрде көре аласыз. Міне қараңыздар. Мен қазір өзімнің сторисімді жасырын түрде көріп жатырмын. Ешқандай просмотрге ілікпейді. Кез келген үстіне аккаунтты жазасыз да іздейсіз. Стористі осылай. Енді достым, сен Инстаграм желісінен көп мәлімет білмесең де, бір тіттейде мәлімет алдың деген, өзіңе бір тіттейде көмегі болатын заттарды алдың деген ойдамын. Егер де осы видео саған ұнаса, осындай видеолар шықсын десең, видеоға лайк басып, каналымызға жазылып, қоңырауды басуды ұмытпа достым. Саған сенің әрбір айтқан ойың бізге маңызды. Енді Инстаграм желісінде сен профилар сияқты отырасың деген ойдамын. Енді профиль болмасаң да кішкене болсын бір тәжірибе алып қалдың деген ойдамын. Саған көмегін тигізді деген ойдамын бір сөзбен. Келесі кездескенше достар, дидарласқанша сау болыңыздар.